Жыныстық өмір бақыттың ең күшті көздерінің бірі, және сонымен бірге жанның деградациясы мен ыдырауының ең күшті құралдарының бірі. Генрих Гейне. Жыныстық өмір, даналық, өнер және ғылым. Бенджамин Франклин. Адамдар өздерінің инстинкттерін басқаруды үйренуі керек. Әйтпесе, олар өздерінің құмарлықтарының құлы болады. Леонардо да Винчи. Жыныстық өмір бұл рухани сұлулықты физикалық пішінге келтіру процесі. Карл Юнг. Сүйіспеншілік пен жыныстық құмарлықтар адами қарым-қатынастың екі түрлі аспектілері, ал дана адам олардың арасындағы тепе-теңдікті қалай табуға болатынын біледі. Сократ. Жыныстық өмір тек ләззат қана емес, сонымен қатар серіктес пен қоғам алдындағы жауапкершілік. Махатма Ганди. Интимдік қарым-қатынас бұл денелер мен жандардың бірігетін сөзсіз қарым-қатынас өнері. Рабиндранат Тагор. Жақындық екі адам бір-біріне тәнін емес, жанын ашатын қасиетті аймақ. Анна Ахматова. Жыныстық қатынас бұл екі адамның арасындағы әдемі қарым-қатынас. Бестің арасы керемет. Вуди Аллен. Денедегі ең ғажайып мүше ми. Индира Ганди. Жыныстық қатынас бұл біздің денсаулығымызға шынымен пайдалы болатын жалғыз жұмыс. Джермейн Грин. Жыныстық қатынас лас емес, нашар жасалса ол лас. Уильям Мастросимени. Жыныстық қатынас тәуекелдіктің ең қауіпсіз және ең жағымды түрі. Гарри Трумен. Жыныстық өмір бұл қорғауға және құрметтеуге болатын сыйлық. Махатма Ганди. Махаббат пен құмарлық бұл жанның көтерілетін қос қанаты. Вольтер. Жыныстық қатынас тек физикалық ләззат емес, сонымен бірге рухани жақындық. Зигмунд Фрейд. Сексуалдық бұл біздің адами болмысымыздың көрінісі, бірақ ол теңдестірілген және құрметті болуы керек. Элеонора Рузвельт. Нағыз махаббат бұл дененің емес, жандардың бірігуі. Виктор Гюго. Жыныстық қатынас жеңімпаз жеңілетін жалғыз жекпе-жек. Генри Миллер.
Жыныстық қатынас табиғаттың демалу тәсілі. Мэрилин Монро. Жыныстық қатынассыз махаббат бұл достық. Джон Леннон. Махаббатсыз жыныстық қатынас өмірдегі ең бос ләззаттардың бірі. Джульетта Друри. Жыныстық қатынас бұл физикалық ғана емес, психикалық оқиға. Карл Юнг. Сексуалдық адам табиғатының ең күшті және маңызды көріністерінің бірі. Грейс Маргарет Хоппер. Жыныстық қатынас жай әрекет емес, бұл жан мен тәнді байланыстыратын өнер. Лаура Эссер. Махаббат пен жыныстық қатынас құстың екі қанаты. Оны интимдік өмір деп атайды. Ошо. Жыныстық қатынас тек физикалық ләззат қана емес, сонымен қатар терең жақындық пен эмоционалды байланыстың көрінісі. Джессика Энгель. Сексуалдық адам табиғатының бір бөлігі, ол гүлдену үшін қамқорлық пен назар аударуды қажет етеді. Джон Грей. Жыныстық қатынас екі адам арасындағы энергия алмасудың ең жақын түрі. Ошо. Жыныстық қатынассыз махаббат кофесіз таңғы ас сияқты. Энтони Хопкинс. Жыныстық өмір бұл басқа адаммен рухани және эмоционалдық байланысымыздың көрінісі. Карл Юнг. Жыныстық қатынас тек физикалық ләззат қана емес, сонымен қатар терең сүйіспеншілік пен жақындықтың көрінісі. Рут Вестхаймер. Үлкен махаббат екі адам бірге уақыт өткізгісі келгенде басталады. Карлос Кастанеда.